Баршаңызға сәлем достар, сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен Хайыпберген Жадыра. Сіздерге дәл осындай стильдегі слайдтың жасалу жолымен осы видеода бөлісетін боламын. Егер де видео қызық болса, соңына дейін көріңіз. Одан бұрын менің YouTube арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және де осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Жұмысты бастау үшін кез келген интернет желісінің іздеу жолағына emaze.com сайтын жазамыз. Бізге сол кезде осындай экран ашылады. Бізге басында осындай ағылшын тілінде көрсетіледі. Мышканың оң жағын экранның кез келген жеріне басып, перевести на русский десеңіздер, осылай орыс тіліне аударып береді. Біз әуелі бұл сайтқа тіркеліп алуымыз керек. Өзіміздің Google аккаунтымызды белгілеп өтеміз. Содан кейін разрешетті басамыз. Неке сайт ашылды, тағы да ағылшын тілінде, перевести на русский деп тағы да орыс тіліне аударамыз. Біз бұл сайт арқылы презентация, веб-сайт, тренинг, әдемі карточкалар жасай алуымызға болады. Бізге керегі презентация. Жоғарыдағы presentation бөліміне өтеміз. Бұл жерде шаблонның барлығы дайын тұр. Мұнда категориялар тұр. Презентация, веб-сайт, жаңа айтқандай карточка, фотоальбом, тест жасауға да болады. Астындағы фильтрға, стильге өтетін болсақ, әртүрлі бөлімдер бар. Соның ішінен біз 3D дегенді таңдап алатын болсақ, тек қана 3D эффектісі бар презентацияларды бізге көрсетеді. Осының ішінен кез келгенін таңдап, өзгерістер жасай аламыз. Әуелі көріп алу үшін мұндағы 3 бұрышты, яғни превью дегенді басып, әуелі көріп аламыз. Бізге ұнағанын сол кезде ғана таңдаймыз. Егер де ұнайтын болса, ең жоғарыда сарымен жазылған жазудың үстін басатын боламыз. Енді көріп болғаннан кейін правку в emaze дегенді басатын болсақ, біз осылай өзгеріс жасай алатындай бет ашылады. Біз мысалға мына сөзді өзгерту үшін үстін осылай белгілеп аламыз мышканың көмегімен. И осылай кез келген сөзді жазамыз. Мен каналдың атын жазып кетейін. И бұны мен кішкене төмен қарай ысыра тұрамын. Маған астындағы қара жолақты өзгерту керек. Жай ғана мышканың көмегімен үстінен басып отырып жылжыта беремін. Мұнда ең үстіндегі сөздің орнына мен өзімнің аты-жөнімді жаза кетейін. Керек емес артық сөз символдарды delete-тің көмегімен өшіреміз. Мұнда енді сол жақтағы add деп тұрған, плюс деп тұрған жерден біз керек бетті ғана таңдай аламыз. Барлық бетті бірде алу қажет емес. Мінекей біреуін таңдап алдық. Енді осы жерден өзімізге ыңғайлы етіп өзгерістер жасай береміз. Мен мұндағы сөздердің орнына каналымдағы видеолардың аттарын жаза кетейін. Осы жазудың үстіндегі көк төрт бұрышты болып тұрған фигураны біз өзгертіп көрейік. Негізі бұл shape деген үстінен бассаңыз, негізінен осы жерде тұрады. Барлық фигураларды, иконкаларды осы жерден алсаңыз болады. Енді қазір осы көк жолақтың фигураның үстінен бірінші шертетін болсақ, мұнда көп деген өзгертулерге болатын дүниелер бар. Соның мұнда ең біріншісін таңдайтын болсақ, түсін өзгертуге болады. Астында плюсті басатын болсақ, осында басқа да түстер шығады. Сол жерден таңдай аламыз. Мұндағы жазуды да кішкене өзгертейік. Жазып жатқан сөздеріміздің көлемін, түсін ауыстыруға болады. Сөздің үстінен бір рет шерткен кезде жанында төрт бұрышты осындай сызық болады. Соны оңға солға жылжыту арқылы жазуымыздың көлемін кішкене өзгертуге болады. Және де осы сөздің үстін бір рет шерткен кезде менде жоғарыда көп деген өзгертулерге болатын настройкалар тұр. Соның ішінде екіншісін таңдап, осы жерден размерін үлкейтіп кішірейтуге болады. Слайдымызға тағы да жаңа бет қосу үшін сол жақ жоғарыда тұрған add деген сары плюстің үстін басатын болсақ, тағы да страничка қосуға болады. Егер де қателесіп кетіп жатқан жағдайда страничка үстін басып, X-ті басатын болсақ, ол өшіріледі. Қазір біз ең бірінші тұрған бетке shape дегенді басып, осылай мен Instagram аккаунтымды белгілеп кетейін. Мінекей shape'ті басып, Instagramның иконкасын белгіледім. Түсін ауыстырып жатырмын, көлемін кішірейтіп жатырмын, және де
мында текст деп тұрған жерде жоғарыда осының үстін бір рет шертіп біз текст қоюымызға болады. Мен қазір Instagram аккаунтымда жазып кетейін. Менің YouTube'қа жаңадан шығып жатқан видеоларымды осы Instagram аккаунтта хабарлап отыратын боламын. Сол үшін баршаңызға тіркеліп қоюға кеңес беремін. Жазудың үстіне мышканың көмегімен бір рет шертетін болсақ, жоғарыда өзгертулер енгізетін настройкалар тұр. Осы жерден А дегеннің үстін басатын болсақ, біз сөздің түсін ауыстыруымызға болады. Және де екінші тұрған значокты басатын болсақ, онда біз жазудың көлемін үлкейтіп кішірейте аламыз. Енді келесі тағы да бір слайд қосайық. Плюстың үстін басып, осы слайдтағы кез келген беттің біреуін таңдаймыз. Мен осыны таңдадым. Мұнда тұрған жазудың үстін белгілеп алып, осы жерге керек сөзімді жазамын. Және де мына геоданныйдың үстіне бір рет шертіп, delete бассам, бұл значок өшеді. Оның орнына shape'тің ішіне кіріп, мен YouTube'тың значогын қоятын боламын. Осы жерде барлық иконкалар бар. Размерін осы жанында тұрған сызық арқылы ғана өзгерте қоямын. Мышканың көмегімен жылжытып, қалаған орныма қоямын. Мінекей ең астында тұрған жазуды да мен өзгерткім келіп тұр. Мышканың көмегімен жай ғана осылай белгілеп аламыз. Керек сөзімізді осылай жазамыз. Түсін өзгерту үшін білесіздер, А деген значокты басып, кез келген түсті таңдаймыз. Енді тағы да жаңа бет қосамыз. Мен осы жолы осындай бет таңдадым. Жазуларын қалай өзгерту керек екенін уже білесіздер. Енді сурет қоюды көрсетейін. Жоғарыда image деген жерді басатын болсақ, бізге сурет қоятын бөлім шығады. Facebook'тан, Instagram'нан, немесе интернеттен сілтеме арқылы сурет аламыз. Немесе my деген жерді басып, browse дегенді басатын болсақ, бізге осы компьютердің ішіндегі сурет қою мүмкіндігі шығады. Кез келген суретіңізді таңдап, открытті басамыз. Сол кезде бізге суретіміз шығады. Мінекей сурет шықты. Мышканың сол жағын басып отырып, орнын ауыстыруымызға болады. Және де осы суреттің үстіне бір рет шерткен кезде өзгертулер енгізетін настройка шығады. Осы жерден effects дегенді басатын болсақ, біз суретке анимация қоя аламыз. Яғни осы страничка ашылған кезде бұл сурет те қосылып анимация арқылы шығады. Осы жерден біреуін таңдаймыз. Енді осы жерде оңға, солға, астыға және үстіге қарап тұрған стрелкалар бар. Осыны басып, суретті өзінің орнынан жылжытуға болады. Және де 3D деген жанында айналып тұрған стрелка тұр. Осыны басып, суретті 360 градусқа дейін осылай айналдыруға болады. Және 3D дегенді басатын болсақ, біз суретке 3D эффект бере аламыз. Осылай жылжып, оңға, солға, әдемілеп 3D эффект беріп бұра аламыз. Мен бұл суретті delete басып, өшіре аламын. Енді қазір сілтеме қоюды үйренейік. Ол үшін мен тағы да жаңа парақша ашайын. Add плюс дегенді басып, кез келген бір бетті таңдап, осы жерге YouTube каналға, яғни видеоға сілтеме қойып көрейін. Мен осы бетті таңдадым. Көк түсті болып тұрған жерді үстінен бір рет шертіп, жоғарыдағы настройкалардың ішіндегі ең біріншісіне апарсақ, олай түсін өзгертетін жер шығады. Осы жерден кез келген біреуін таңдауға болады. Енді осы жердегі мен жазуларды алып тастағым келіп тұр. Орнына өзім қалаған жазуларды енгіземін. Мен қызыл түске өзгертіп, жазуларында өзгерттім. Осының ортадағы сары дөңгелекті қалдырдым. Осының үстіне мышканың көмегімен бір рет шертіп, жоғарыдағы кілт секілді жерді басатын болсақ, сілтеме қоятын жер бар. Біз сол жерге YouTube'дағы кез келген бір сілтемені көшіріп алып, сонда қойып көрейік. Мен копировать еттім. Копировать еткен сілтемені HTTP деген жазудың үстіне апарып, вставить етеміз, Ctrl-V-ны басамыз. Астыңғы жақта галочка қоятын жер бар, соған галочка қойып, add дегенді басамыз. Сол кезде біздің сары дөңгелекке біздің сілтемеміз енгізіледі. Сол жақ шеттегі қарап отырсаңыздар, тіркелгеніңіз үшін рахмет деген слайд жоғарыға шығып кетіп тұр, яғни ең соңғы слайд. Соның үстін басып отырып, мышканың көмегімен төмен қарай жылжытсаңыздар, слайдтың орнына ауысады.
Енді жоғарыға қарасаңыздар save деген жазу бар. Соның үстін басып, осы слайдты сақтаймыз. Ал қазір view деген нүктені басатын болсақ, біз осы слайдтың қалай шыққанын көретін боламыз. Мінекей достар, осымен біздің слайд дайын болды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар.